Бұл шемшенің рецебін мен интернеттен емес, апамнан үйрендім. Корея емес, бірақ дәмі дәл солай. Ең қызығы үйде қарапайым өнімдерден жасалады. Ендеше апам қалай үйретті, мен сіздерге солай көрсетейін. Ең алдымен кәдімгі капуста емес, осындай пекин капустасын алып, оның бір қабат терісін шешіп алатын боламыз. Ровно 4 бөлікке бөлетін боламыз. Тура видеодағыдай қылып жасаңыздар. Осылай бөлгеннен соң ішінде менде кішкене бір-екі шіріген жапырақтары шықты. Оларды алып тастаңыз, онда тұрған ештеңе жоқ, бірақ капустаның дәмі өзгермейтін болады. Қыздар, каналым пайдалы, тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде тіркеліп кетіңіз. Каналымда сіз іздеген рецепттер бар, сіз сатып алып жүрген рецепттердің барлығы тегін тұр. Бента торт, пирогтар, неше түрлі тәттілер, десерттер, қалаған рецептіңізді таба аласыз. Бірінші тағам, екінші тағам түрлері, тіке басарлар, тіпті влогтарға дейін бәрі бар. Бұл кимчи салатын негізі көпшілігі біледі, бірақ әркім әртүрлі жасайтын болады. Әркімнің өз рецебі бар. Бірақ осы рецептпен міндетті түрде жасаңыздар, қыздар, қытырлап күшті шығатын болады. Кез келген тамақпен жесеңіздер вообще күшті, тіпті нанмен құры өзін жесеңіздер де. Осылай турап болған соң үлкендеу ыдысымызға 6-7 қасықтай тұз салдым, 2 литр су құйып, тұзы ерігенше жақсылап араластырып алдым, қыздар. Қыздар, ескере кететін жайт, алюминиевый ыдыс емес, барынша малированный ыдыс немесе осындай ыдыстар пайдаланғандарыңыз дұрыс. Енді жаңағы 4 бөлікке бөлінген пекин капустасын тығыз қыла отырып, арасына барлық жеріне тұзды су тиетіндей қылып, жақсылап орналастырып шықтым. Осылай барлығын орналастырып болған соң үстінен 5 литрлік май құйдым. Ауырлау зат тұрған дұрыс, сол кезде төменде түсіп барлық жеріне тұз су сіңетін болады. Арадан 3 күн өткеннен кейін мінекей осылай үстіне қойдым. Тура осылай 3 күн тұрды. Салқын жерде мінекей 3 күн өтті арадан. Ыдысымды алып қараған кезде қытырлап тұр. Пекин капустасына тұз сіңіп өте дәмді болды. Енді біз жұмыстың ортасына келдік. Енді ары қарай бұған керемет соусын дайындайтын боламыз. Соус үшін маған осындай болгарский, сарымсақ және де ащы бұрыш дейміз ғой, кішкентай. Солардың барлығын блендерге салып, жақсылап езіп араластырып алатын боламыз. Артық зат қосудың қажеті жоқ негізі, қыздар. Осымен өте күшті болып шығады. Осылай бастарын алып тастап, 8-9 данасын қосып шықтым. Қатты ащы емес, қатты тәтті емес, андай қытырлап өте күшті болып шықты, қыздар. Міндетті түрде дәл осылай жасаңыздар. 1-2 рет езіп алсаңыздар, осындай масса пайда болады бізде. Қатты қоймалжың емес, орташа масса. Енді осыны пекин капустасының әрбір қабатына жағып шығатын боламыз. Мінекей осылай кітап сияқты қылып ашып, әрбір қабатына жеке-жеке қолыңыздың жәрдемімен жағып шығыңыздар. Сол кезде әр қабатына сіңген кезде дәмі өте керемет, ащы болып, өте күшті болып шығатын болады, қыздар. Қайталап айтамын, бұл рецепт менің апамнан үйренген рецебім. Бұл кәдімгі салат, кимчи салаты. Бұны әркім үйде әртүрлі жасайды. Бірақ мен дәл осы рецептпен жасадым. Үйдегілердің барлығына ұнады. Тіпті қалғанда жоққа, бір аптаға жетпей бітті осы салатым. Айтпақшы, қыздар, каналым пайдалы, тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Комментарияға сіз қандай рецептпен жасайсыз, оны да жаза кетіңіз, басқаларға пайдаңыз тисін. Дәл осылай барлық жеріне жағып болғаннан кейін сол ыдысымызға қайтадан барлығын салып, үстінен ауыр майымызды қойып 3-4 күнге жіберетін боламыз. Сол кездегі ащыларының барлығы капустаға сіңіп, әр қабаты өте дәмді қытырлақ болатыны сөзсіз. Неге, қыздар, арадан 3-4 күн өтті. Су деген осылай мол болып шыққан, қытырлап өте күшті болып тұр. Палаумен, кез келген тамақтармен өте керемет үйлеседі. Міндетті түрде осы рецептпен жасаңыздар және каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Айтпақшы, осылай мен барлығын турап 2 литрлік банкаға салып қойдым. Холодильникте тұра береді. Бұл салат холодильникте тұрған сайын өте күшті болады, қыздар. Тұрған сайын дәмі кіреді. Міндетті түрде жасаңыздар, каналым пайдалы, тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал сіз қандай рецептпен жасайсыз, комментарияға жаза кетіңіз. Каналымның дамуына өз үлесіңізді қосыңыз. Сіздермен болған Мадина, назарларыңызға рахмет.